Yapıyoruz. Şimdi жоғары üstün біліп тұр ғой. Iya. Iya. Төбесінен қарап тұр ғой. Iya. Елің артық бір деген үндеме деген бұл кісі үндемей қатырайын деп ойлаған ғой. Мидың жоқтығы ғой, сол әйтпесе соны атам айтқан деп айтам. Әбетте атпен келді ол уақытта, телефон жоқ, мынандай жоқ, мәшине жоқ. Атпен әбетте келді. Әкем түсіп, ауқат ішіп, бәрі істейтін ауқатымыз ет асумен көз ішті. Одан басқа ауқат істеуді де білмейміз. Басынан сондай. Соның бәрін дайындап, ауқат ішіп алғаннан кейін апам бастады ғой әкеме. Әй, сен осы келінген не ақыл үйретіп жүрсің? деп ақыл үйретіп жүрсің деді. Қандай ақыл үйреттің деді. Не алмайсыз ғой? Мамамның кәрін сағынып келді. Жақсы ма? Саябы сағасын дегенге кейін не алама деп var. Жоқ, сол шарапаттың басы істеп Үйіне барып та қайтадан звондап қояды дейді. Сағына мен сенен ондай күтпеппін деп. Мен сондай деймін, не айтпайсың деп. Сарман ағамыз помидорын жеп жатырмыз. Керемет екен аға дәм. 1 грамм дәрісіз өскен помидор ғой, иә? Иә, үйлеу ғой. Бұлай қойықшы, денеге сүрте сап. Табиғи. Дұрыс. Аспасын. Мынау әдемі көрінсін деп базардікі зор не қылады ғой, бірақ мынау кішкентай болса да дәмі бөлек.